берілген сыйлықты енді бәрі көргісі келіп жатыр жақыннан. Осындай жұлдыздардың картасында жазылып тұр. Еще бізде жаңа ең алғаш кездескен күн, танысқан күн, сол күндегі түсірілген карта десек болады. Мына жерде Зари деген жұлдызға ат берілген екен. Негізі ол бұрыннан берілген жұлдыз емес екен. Оказывается, осындай оның арнайы сертификаты бар екен. Түн қаншалықты қараңғы болса да, жұлдыздар әрдайым жарқырайды. Арнайы өзінің осындай сертификаты бар. Мына жақта именно жаңа Андромеда деген жұлдыздардың жанынан Зари деген жұлдызға ат берген екен. Еще оны специально менің атыма жасаған екен. Сол бір ерекше болып тұр. Даже міне ол жанып өшуі де мүмкін любой моменте. Сол үшін атына Зари деп қойып, в честь Зарина Абунасарқызы жасалған екен. Прям өте күшті. Ал мына эфирде жаңа папка деп атқан зат, ол осындай қойып қойға арналған. Именно жұлдыздың түсірілген жақыннан сәті. Мына жерде енді общий картада тұр. Мына жерде жалғыз өзі бөлек түсірілген екен. Мына жерде координаттары барлық жазылып тұр. И помните, біз сурет салған едік қой, сол моменте мен осылай жазғам. Сенбер, believe деп. Осындай бір қайырлы кеш баршаңызға. Мен офисқа келсем, прям күшті бір сюрприз болайын деп тұр. Чудо, прям өте күшті. Сипа, короче, осындай Кабан деген машина алған. И оны біздегі администратор жігіт Айберген мырзаға сыйлайын деп жатыр. Айберген мырза енді прям бізге өте көп көмек еткен жан. Адами жағынан да, жұмыс жағынан да өте прям күшті жан. Қараңыздар, мына жақта досым үшін деп, қазір ол білмейді, ішке қарай кіріп кетті. Қазір 1, 2, 3. Дәл осы машинаны сіздердің араларыңызда ең керемет жан менің өмірімде барлығы үшін Абай! бұл машина біздің жұмыста ғана емес, өмірде де араласатын ең жақын досым. Мус?